Арман мырза, мынау ең өзекті мәселе, ол біздің кәріз жүйесі, жаңа айтып кеттіңіз да, бірақ ол үстірт айтылған нәрсе. Өзіңіз білесіз, осы кәріз жүйесімен 2018 жылдан бері әлі бірде-бір тоқтатқан емеспін. Қазіргі жағдай катастрофаға алып келетін жағдай. Мен оны ашық түрде осы камераны алып айта аламын. Өйткені кәріз жүйесі қазір бүкіл санитарлық нормаларға қарсы мынау дүниеге құйылып жатыр қазір. Хабарымыз бар. Ақша бөлінді ме, бөлінбеді ме? 190 миллион теңге деген ол теңізге тамған тамшы сияқты. Арман мырза, ол жерде 190 миллион теңгемен еш нәрсе бітпейді. Ол жерде кем дегенде 2,5 миллиард теңге жұмсалмайды, біздің кәріз жүйесі іске қосылмайды да, ол жыл сайын айтыла береді. Мен соңғы рет катастрофалық жағдайда тұр деп 2020 жылы айтқан екем, ол әлеуметтік желіде тұр. Көктерек ауылының тұрғыны ретінде сол кездегі көтерген мәселеме оралмақшымын. Ол біздің Көктерек поселкесіндегі кәріз жүйесі. Мен сізді сол кезде ескерткен. Яғни бұл мәселе шешілмесе, біз үлкен катастрофаның алдында тұрмыз. Көктерек поселкесінің тұрғындары қазіргі таңда сол катастрофаға бірінші ұшырайды. Себебі мына кәріз жүйесі ол барып ана жақтағы жаңа көлге құятын кезде бірнеше тазалаудан өтіліп барып құятын. Баяғыдай бір үш курорт болса, қазір 40-қа жуық. Сол 30 жыл ма 40 жыл ма тазаланып барып құйылып жатқан. Ол кезде ол жаңағы кәріз жүйесінің құйылатын жері ол халықтан тысқары жерде тұрған. Қазіргі таңда 40-қа жақын шипажайлардан аққан жаңа не дейміз, боқсыдық дейміз да, бәрі барып ешқандай тазалаусыз күніге сарқырап құйылып жатыр. Оның салдарын міндетті түрде көреміз. Ол жердегі ағып отқан су ондай ақпау керек. Мына жерде санэпидстанцияның бастығы отыр екен. Бұл кісі қалай қорықпай жүргеніне мен таңғаламын. Ол тазаланып барып түсу керек халықтың ортасына. Ал ол тазаланбай барып түсіп күнделікті ағып жатыр. Одан қандай ауру болатынын бір Алла біледі, біздің қазір алда не болатынымыз. Егер ол жаңа сіз көрсеткендей ақша тапшылығы болса, онда мына халықтың біз қауіпсіздігін ойланып бір шара қолдануымыз керек. Яғни тазаланып түсу керек ол қашан ақша бөлінгенге шейін. Ол ешкімге айтпай, жаңағы ол жерге төгіп беру, менің ойымша ол қылмыс барып тұрған. Халыққа қарсы қылмыс деп ойлаймын. Ол менің пікірім. Бүгінгі таңға шейін ол алға әлі жылжыған жоқ. Сол бүкіл жаңағы санаториялар, шипажайлардан ағып жатқан жаңағы лас сулардың бәрі мынау Көктерек кентіндегі жаңағы өзен болып қалған жерге қазір шүпілдеп толып тұр. Егер ертең ол арнасынан асып, мынау Келес өзеніне қарай келетін болса, қызықтың көпіршісі сонда болады. Сұрақтарыңыз болса, солардың бәрін тыңдауға дайынбыз. Амангелді бауырымызға беріңіз. Дархан мырза, мынау сізбен алдыңғы жүздесуде де айтқан едім. Негізі қазір сіз осы жерде айтқан мәселелер, мен Сарыағаш әділет қоғамдық бірлестігінің төрағасымын. 4 жылдан бері көтеріп келе жатқан біздің мәселелеріміз айтылып жатыр. Жаңағы канализация бойынша осы мынау Арман бауырымыз әкім болып тағайындалып келді. Үлкен бір олқылықтар орын алған. Ол бойынша біз мамандарды Москвадан мамандарды қатыстырумен жаңағы не өткізіп, оған нүкте қойылды. Сол кезде мен айтқам, ол қылмыстық жауапкершілікке әкеліп соғады деп. Ал қазіргі жағдай одан да зор болмақшы. Осы арада санэпидемия станциясының басшысына өткен жолы айтқаным, осы Көктеректегі жиналысқа болатын кезде келші, өзіңнен халықтың алдында айтшы, бәлкім мен дұрыс айтып жатқан жоқ шығармын деп. Осы мәселе. Енді кәріз жүйесіне келетін болса, өзіңіз білесіз, өзіңіз де оған атсалысыңыз, біраз жаңағы оборудованиясына байланысты біраз тоқтап қалды. Сонымен біз өзіңіз білесіз, біз Астанадан министрлікке шықтық, комитеттің адамдар шақырдық, сөйтіп жүріп, былтыр 1,9 миллиард теңгеге жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеп, мемлекеттік сараптамадан өткіздік. Одан хабарыңыз бар. Енді жаңа айтып отқан 191 миллион теңге
түк емес деп отырсыз. Иә, бұл енді 10% оның. Бұл енді бюджеттік кодекске сәйкес 10%-ын осындай ірі жобалардың 10%-ын жергілікті бюджет қаржыландырады, қалғаны республикалық бюджет қаржыландырады. Бұл 191 миллион теңге дегеніміз біз кеше осы облыстық бюджетті бекіткен кезде желтоқсан айында осы 10%-ын біз қойдырдық. Қалған 90%-ын ертең осы март айында республикалық бюджетті нақтылау барысында сол жақпен министрлікпен, парламент депутаттарымен бөлдіруге жұмыс жасаймыз. Мен өзім арнайы сапармен баратын болдым. Себебі мына канализация мәселесі жаз былай тұрсын, қазірдің өзінде ол енді исінің өзі мүмкін тұрған барлығын белгілі. Осы 1,9 миллиард теңге бөлініп жобаға сәйкес жүретін болса, мына көлшіктердің мәселесі шешіледі деп отырмыз.